Essential Grammar Unit 2. Бүгінгі тақырып Emmys are questions. Осы Emmys are дегеннің сұраулы түрі. Emmys are дегеннің мағынасы болу. Так. Бізде Emmys are-дың ең бірінші түрі ол позитив, болымды сөйлем. Егер ол болымды сөйлем болатын болса, бізде басында бастауыш кетеді, сосын Emmys are-дың біреуі кетеді. Егер бізде сұрақ болатын болса, онда бастауыш пен am, is, are орын ауысады. То есть басында мынау кетеді, Emmys are кетеді, сосын барып бастауыш кетеді. Бізде мынарға he, is болса, сұрақ болса is, he болады. We are болса, are, we болады. Бұл бізде сұраулы сөйлем түрі. Енді мына жақта бізде сұраулы сөйлемнің бірінші түрі, мына жерде былай белгілеп қойдым. Сұраулы сөйлемнің бірінші түрі yes, no. Жалпы сұрақ, жауабы иә, жоқ болады. Егер бізде сұрақтың жауабы иә, жоқ болатын болса, онда ол Emmys are деген сөздермен басталады, сосын бастауыш кетеді. Мысалы, am I late? Боламын ба? Мен кеш, то есть мен кеш келдім ба? Жауап no, you're on time. Сосын is your mother at home? Нәрде is деген Emmys are-дың біреуі, your mother, сенің анаң, ол бізде бастауыш болады, at home, үйде. Сенің мамаң үйде ма? Жауабы жоқ. Are your parents? Сенің ата-анаң at home, үйде ма деген сөз. Жауабы жоқ. Сосын is it cold? Суық па? Yes. Your shoes are nice. Нәрде сұрақ емес, бұл просто сөйлем. Are they new? Олар жаңа ма? Жауап иә, жоқ. Сосын мына жерде бізде сұрақтың екінші түрі бар. Ол бізде WH деген сөздермен қолданылады. Бұл бізде жауап иә, жоқ емес, жауап информация болады. То есть сен иә, жоқ дей алмайсың. Бізде WH деген сөздерге кіреді, сұрау сөйлемдерге кіреді. Ең бірінші ол мына болады: where, қай жақта, what, не, немесе қайсы, who, кім, how, қалай, немесе қаншама, why, неге, не үшін. Енді бізде егер мына сөздер кездесетін болса, егер сен осы сұрақтардың біреуін құрастырғың келсе, онда бізде WH сөзімен басталады, сосын Emmys are кетеді, сосын бастауыш кетеді. Мысалы, where is your mother? Where жаңағы WH сөзі, is на Emmys are-дың біреуі, your mother, сенің анаң, ол subject болады. Where is your mother? Сенің анаң қайда? Where деген қайда деген сөз. Я жоқ дей алмайсың, жауап беру керек қайда екен. Енді where are you from? Қай жақтан боласың сен? Сен қай жақтан боласың? Canada. What color is your car? What қайсы color түс болады сенің машинаң? Сенің машинаң қай түс? It's red. How old is Joe? How old қаншалықты кәрі, то есть жасы қаншада? Is Joe? He is 24. How are your parents? Қалай болады сенің ата-анаң? То есть сенің ата-анаң қалай, жағдай қалай? How much are they? How much қаншалықты көп болады олар? То есть бағасы қанша деген сөз. Why is it so expensive? Неге болады бұл қымбат? Бұл неге қымбат деген сөз. Так, енді мына жерде WH сөзімен is келетін болса, онда оны қысқартып жасап отырды. What is, what's десе болады. Who is, whose, how is, how's, where is, where's. Мысалы, what's the time? Уақыт қанша? Where's Lucy? Lucy қай жақта? Who's that man? Ана адам кім? How's your father? Сенің әкең қалай? Енді бұл сұрақтарға, жаңағы иә, жоқ деген сұрақтарға біз қысқаша жауап бере аламыз. Yes, no деп жауап бере аламыз. Және қысқа жауаптың тағы бір түрі бар. Yes, ол, то есть иә, ол солай, жоқ, ол олай емес деген қосымшасы бар. Сол қосымшасын қалай айтамыз? Yes, бастауыш, Emmys are-дың біреуі. Егер болымды болса, yes болса, Emmys are болымды болып тұрады. Yes, I am. Yes, he is. Yes, we are.
Жоқ болса, мұнда мына жерде not деген қосымша пайда болады, ол емес деген сөз. Енді no, I'm not. No, he's not. No, we're not. Немесе тағы бір вариант бар. No, he isn't. Әде he's not, немесе he isn't. Қысқартудың екі түрі бар. Сосын no, we aren't. Okay. Мысалы, мына жерде are you tired? Сен шаршап тұрсың ба? Yes, I am. Просто yes десе де болады. Қосып yes, I am десе де болады. Are you hungry? No, I'm not. Сен ашсың ба? Жоқ, мен аш емеспін. Жоқ, мен онда емеспін. Мен аш емеспін. Is your friend English? Yes, he is. Your friend сенің досың. He деген вот сол досың туралы айтып жатыр. Ол бала he is болады. Are these, мыналар, your keys? Мыналар сенің кілттерің ба? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't. Жоқ, бұл ондай емес. No, сұрақ емес, мына жерде просто жауабы сондай. No, it isn't. Жоқ, ол ондай емес. Мына менің орным, жоқ, ол сенің орның емес деген. Енді тапсырмалар. Мына жерде сәйкестендір find the right answer to the questions. Мына сұрақтарға дұрыс жауаптарын табу керек. Бірінші сұрақ. Where is the camera? Камера қай жақта? Бірінші G дейді. In your bag. Сенің сумкаңда. Окей. G кетті. Is your car blue? Сенің машинаң көк түсті ма? Нерде? Жауап. No, it's black. Жоқ, ол қара. F кетті. Is Linda from London? Linda Лондоннан ба? No, she's American. Жоқ, ол Америкадан. H. Сосын, am I late? Мен кешіктім ба? Yes, you are. Иә, сен кешіктің. C болады. Where's Anne from? Anne қай жақтан болады? Where's Anne from? Жауап, Лондон. A кетті. What color is your bag? Қай түс болады сенің сумкаң? Сенің сумкаң қай түс? Жауап, black, қара. Дальше. Are you hungry? Сен ашсың ба? No, I'm not. Жоқ, мен аш емеспін. Мен ондай емеспін деген сөз. Дальше. How is George? George қалай? George'тың жағдайы қалай? Very well. Өте жақсы. I. Сосын, who's that woman? Ана әйел кім? My sister. Менің сестрам. C. Дальше. Make questions with these words. Мына сөздермен сұрақ жасау керек. Сөздерді дұрыс орын қою керек. Is at home your mother? Is your mother at home? Жаңағы формула бойынша қоямыз. Your parents are well. Сұрақ болса, значит, are басына кетеді. Are бастауыш. Your parents, сенің ата-анаң well. Жақсы. Are your parents well? Енді interesting is your job. Nerede? Is бірінші кетеді. Is бастауыш your job, сенің жұмысың. Interesting, қызық. Сенің жұмысың қызық па? The shops are open today. Are-дан бастаймыз. Are the shops, магазиндар, open today, ашық бүгін. Магазиндар бүгін ашық па? Дальше, мына жерде WH деген where деген сөз бар, значит, содан бастаймыз. Where. To be табамыз. Emizar деген are. Where are? Бастауыш. You. Сен. From. Жақтан. Қай жақтансың? Сен қай жақтан? Where are you from? Дальше, interested in sport, you are. Мына жерде WH жоқ, are бар. Значит, are мен бастаймыз. Are. Кім? Сен. You. Interested in sport. Interested in sport. Дальше. Is near here the post office. Is-дан бастаймыз. Is. Бастауыш. Не. The post office. Почта. The post office. Near here. Осы жақта. Жақын жерде. Жақын жерде почта бар ма?
At school, are your children? Nerede to be мен are is are мен бастаймыз. Are кім? Your children, сенің балаларың. At school, мектепте. Сенің балаларың мектепте ма? You are late, why? Are мен бастасақ болады, бірақ мына why деген сөз бар, сол үшін why мен бастаймыз. Why is are кім? You, сен. Late, кешігу. Why are you late? Не үшін сен кешіктің? Енді мына complete the question, сұрақтарды бітір дейді. Мына сөздермен what, who, where, how. What, не, немесе қайсы. Who, кім, where, қай жақта. How, қалай, қаншалықты. Енді how are your parents? Сенің атанаң қалай? They are very well. Олар өте жақсы. The bus stop, автобусная остановка. At the end of the street. End, соңы, street, көше. Көшенің соңында. Көшенің соңында десе, значит, сұрақ қай жақта? Where? Остановка қанша? Біреу, значит, is. Where is the bus stop? Дальше, your children, сенің балдарың. 5, 6 and 10. 5, 6 және 10. Бұл жерде жастарын айтып отыр, балдарың жастары. Енді how, қаншалықты? Жастар қаншада деген сөз. How old are? How old деген жас қаншада деген сөз. These oranges, мына апельсиндер. 150 a kilo. бір жарым пункт 1 килограммға. То есть бағасын айтып отыр. Енді бағасын айтса, бізде how much деп сұраймыз. How much? Қанша көп? То есть бағасы қанша? Are oranges, апельсиндер, поэтому are болады. Your favorite sport, сенің любимый спортың skiing. Сенің любимый спортың не? What is, спорт бір штук, поэтому is болады. The man in this photograph, адам мына суреттегі. That's my father, бұл менің әкем. Енді мына суреттегі адам кім? Who is, nerede man деген бір адам. Дальше your new shoes, сенің жаңа аяқ киімің. Black, қара. Сенің аяқ киімің қай түс? Nerede түс? Жауап, значит, what, қандай түс? What color are shoes? Аяқ киімдер are болады. Дальше мына жерде write questions, мына жерде сұрақтар жазу керек. Paul, сұрақ. Name, what's your name? No, I am Australian. Жоқ, мен Австралиядамын. Енді жауап я жоқ болады, значит, эмизардан басталады. You, сен. Are you American? American. Дальше, I am 30. Мен 30-дамын. Значит, нәрде я жоқ емес. Значит, how old? Жасың қаншада? How old are you? Сенің жас қаншада? No, I'm a lawyer. Жоқ, мен заңгермін. A teacher. No деген ол я жоқ. Значит, эмизармен бастаймыз. Значит, нәрде? Are you a teacher? Сен мұғалімсің ба? Дальше, married, үйленген. Yes, I am. Я, мен үйленгенмін. Yes, no. Значит, are you married? Дальше. No, she's a designer. Жоқ, ол дизайнер. Жоқ, я жоқ, значит, wife, әйел. Ол бір штук, значит, is. Кімнің әйелі? Сенің әйелің. Is your wife a lawyer? No, she's a designer. Дальше. She's Italian. Ол итальяндық. Нәрде я жоқ. Жоқ, значит, from. Жақтан, қай жақтан? Where is, кім? Әйелің. She. Да? Where is she from? Ол қай жақтан? Дальше. Анна. Her name. Оның аты.
жауап я жоқ емес, значит мына жерде басаңыз what қандай болады? Is her name. Оның аты қандай? Дальше she's 27. Ол 27. How old? Жасы қаншада? Значит how old is she? Енді мына жерде қысқа жауап беру керек. Yes, I am. No, he isn't. Немесе, то есть мына жердегі қысқа жауаптың екінші бөлігін дұрыстап жазу керек. Are you married? No, I'm not. Are you thirsty? Сен шөлдеп тұрсың ба? Бізге айтады, значит, I деп жауап береміз. Are you thirsty? No, I'm not. Дальше. Is it cold today? It деген. Бізге айтып жатыр. Енді it деген ол жаңағы не туралы? Погода туралы. Ол зат it деп айтамыз оған. Значит, is it cold today? Бүгін суық па? Жоқ, суық емес. No, it isn't. Дальше. Are your hands cold? Сенің қолдарың суық па? Are your hands? Сенің қолдарың. No, your hands. Сенің қолдарың. Значит, мен қолдарым. Олар. No, they aren't. Is it dark now? Қазір қараңғы ма? No, it isn't. Жоқ, қараңғы емес. Are you a teacher? Бізге айтып жатыр. Yes, I am. Я мен мұғаліммін. Все, екінші юнит бітті.